Ал кеттік оқушылар, жалғастыратын болсақ. 6-шы есебімізде бізде өшірейік. Қазір кішкене күте тұрыңдар. Есептің берілу шартында 30 ньютон күш. Бұлай, мысалы, бір денені салып қояйық. Осы дене үшін 30 ньютон күш бұлай қарай бір әсер ететін болса, оған перпендикуляр бағытта деп тұр. Жоғары немесе төмен қарай. Мысалы, біз жоғары қарай қозғалады деп қарастырсақ, 30 ньютон күшпен, дене 10 метр қашықтықта горизонталь бағытта қозғалатын болса, тең әсерлі күштің істеген жұмысы, тең әсерлі күшті біз былай таба аламыз. Мына жерде бізде 40 ньютон екен, кешірім сұраймын. 30 емес, 40 ньютон. Осы екі күштің арасында 90 градус жасайтын болса, күштер бізде, мысалға, мынаны F1 күш деп қарастырсақ, вертикаль бағытта деп айтылады. Вертикаль бағытта болғандықтан күштер, олар бағыттары бар. Бұл айтқанда, бағыттары бар бізде қозғалыстың түрі болады. Бағыттары бар қозғалыстың түрі, ол жерде 90 градус жасайтын болса, біз Пифагор формуласы арқылы табатын боламыз. Егер де қандай да бір бұрышпен берілетін болса, косинустар теоремасымен табамыз. Қазір мына жерде тең әсерлі күш деп тұрып сұрап тұр. Тең әсерлі күшті біз F(t) деп жазып алсақ, осыны табатын болсақ, F1-дің квадраты, F2-ның квадраты. Негіз мына жерде де квадрат болады, соны біз теңдіктің ар бетіне төбірасты қылып өткізетін боламыз. Сонда бізде 30-ның квадратын 40-ның квадратына осы қосып жіберетін болсақ, бізде 2500 деген жауап шығады. Мынадан 900, мынадан 1600 болып. Калькулятормен есептей қоясыңдар. Мен математикалық өрнегі шығатын болса, сразу мәндерін есептей салам, Сендер өздерің жаймен, яғни бұл видео сабақ болғандықтан, біз бұл жерде бір 50 шақты есептер шығарамыз да, сондықтан бізге уақытын үнемдеуіміз қажет болады. 2500 ньютон шықты, 2500-ден төбірасынан 50 деген жауап шығады. Яғни 50 ньютон күшіміз шығады екен, тең әсерлі. Ал бізде осы әсер ететін күшіміз тең әсерлі күшті жүріп өткен қашықтығымызға, енді орын ауыстыруымызға тең болады. Сонда 50-ді 10-ға көбейтетін болсақ, бізде 500 ньютон деген жауабымыз шыға келеді екен. Мынау бізде негізгі жауабымыз болып салған. Ньютон деп мұны кешірім сұраймын. Мына жерде ньютон емес, джоуль болады. Сәл былай ашып береміз да, джоуль деп жаза саламыз. Былай қайдан қосып жүре саламыз. Ал кеттік келесі есепке көшетін болсақ, енді 7-ші есебіміз бізде денеге әсер ететін күштердің тең әрекетісі 50 ньютонға тең болса, жаңағы 50 ньютон күшіміз беріліп тұр екен, онсыз да горизонталь бағытта қозғалған дейді. 10 секунд ішінде қозғалатын болса, атқаратын жұмыс. Біздегі формула мынандай емес па? Тең әсерлі күшті F деп сол күйінде жазамыз. Көбейтілген S. Бұл жердегі S-міз мынау X болып тұр ғой. Осы X-ті табу аламыз ғой бірінші. X-ті табу үшін бізге T-ның орнына, яғни уақытының орнына 10 секунд қой деп тұр ғой. Сонда былай жазамыз ғой. 24 қосылған 10 көбейтілген 10 бөлінген 10-ның квадраты болып тұр ғой. Бізде мына жерде 100, мына жерден 100 шығады ғой. Сонда былай болады да. 24 100, өйткені 10-ға 10-ды көбейтсең 100 болады, 10-ның квадраты да 100 болады. Мына жер плюс болады, мына жер минус болады. Екеуін бірін жойып жібереді, болмаса азайтылып кетеді деп қарастырсақ та болады. 24-дің өзі ғана қалады. Яғни бізде орын ауыстырмыз 24 метрге тең. Сонда осы жердегі жұмысымыз 50-ді 24-ке көбейткенге тең болады. 50-ді 24-ке көбейтетін болсақ, бізде 1200 деген жауап шығады. Яғни атқарған жұмысымыз бізде 1200 джоуль деген жауабымыз шыға келеді екен ғой. Осылай 7-ші есебіміз бітті. Келесі бізде 8-ші есепке көшетін болсақ, 8-ші есеп график түрінде берілген екен. Графиктік есептер көбінесе бір қорқынышты болуы мүмкін, бірақ жауаптар оңай шығады.
қазір көрсетемін. Мысалға бізде осындай бір график берілетін болса, формула бойынша екі нәрсенің көбейтіндісі емес па бізде? Екі нәрсенің көбейтіндісі және екеуі де f және s осы күйінде тұратын болса, бізде мына аймақ бар ғой. Осы аймақты былайынан сызып аласыңдар да. Осының ауданын таба қоясыңдар ғой. Математикалық заңдылық бойынша. Яғни бұл нәрсе бізде трапеция деген фигура болып тұр. Мына жағы бізде жаны бар емес па? H деген биіктік болады. Үстіңгі жағы A деген бір ұзындық болса, астыңғы жағы V деген ұзындық болады. Бұның бізде ауданды S деген әріппен белгілейміз да. Мына S-тің орнына қойып жатырмыз ғой, как раз. Жоқ, кешірім сұраймын. Біз жалпы A-ны тауып жатырмыз. Мына A-ның орнында мысалға аудан табатын болсақ, трапецияның A қосылған V бөлінген 2 көбейтілген H болады. Осы өрнекті аламыз да A-ның орнына апарамыз. Сол кезде бізде мынандай болып шығады. Мына жағында A деген ол бізде ұзындығымыз 2-ге келіп тұр. Яғни ол жер 2 болады. Ал мына жеріміз астынан үстіне дейін 4-ке тең болып тұрған жоқ па? Яғни қосылған 4 болады. Бөлінген 2. Бізде биіктігіміз қарасақ ұзындығымызға тең болып тұр. Ол 1-ден 4-ке дейінгі арақашықтық. Осы жерде көбісі шатасады. Бізде 0-ден бастап қояды да, 4-ке дейінгі арақашықтық 4 деп алып қояды. Бұл жерде ондай емес. 1-ден 4-ке дейінгі арақашықтық бізде санасақ 1, 2, 3 арақашықтық болып тұр ғой. Көбейтеміз 3-ке болады сонда. 2-ге 4-ті қоссақ 6, бөлінген 2, көбейтілген 3 болады. Сонда 6-ға 2-ні бөлетін болсақ 3, 3-ке 3-ті көбейтсек бізде 9 джоуль деген мәніміз шыға келеді екен. Осылай бізде жұмыстың мәнін таба салады екенбіз. Так, түсінікті деп ойлаймын. Келесі бізде 9-шы есепке көшетін болсақ, мына жерде өлшем бірліктерді айналдыруымыз керек болады екен. Қиыншылығы сода, ал былай формула өте оңай. Биіктік дейсе қорықпақ қоямыз. Бұл жерде биіктік дегенде, мысалға мынау судың тамшы ретінде қарастыратын болсақ, мына жерге тиген кезде осы судың тамшысы, осы биіктік бізде 2 километр деп, H 2 километр деп айтылып тұр ғой. Яғни осы жоғары жақтан төменгі жаққа дейін орын ауыстырып тұр ғой. Ал біздегі формула бойынша F көбейтілген S. Осы жердегі S-іміз бізде орын ауыстыруға тең. Ол 2 километр орын ауыстырды. Сонда біз H-тың орнына, S-тің орнына H-ты қолданып жаза берсек болады. Сонда биіктігіміз F көбейтілген H болады. Бұл жерде енді қараңдар. Күшіміз бар емес па? Күшіміз ол горизонталь бағытта қозғалып жатқан жоқ қой. Ол вертикаль бағытта қозғалып жатыр. Кез келген денені, жаңбырды төменге қарай тартатын күш бар. Оны біз ауырлық күші дейміз. Ауырлық күшінің формуласы mg деген формула. Бізде g деген мән әрқашан ол 10-ға тең болады. 10 метр секунд квадрат. Мынау өлшем бірлігі. Яғни үдеу. Үдеумелі төменге қарай қозғалады деген сөз ғой. Сонда біз оның формуласын жазатын болсақ, mg көбейтілген h болады. Осы жерде енді H дегеніміз 2 километр болып тұр ғой. ХБЖ-да бізде метрмен беріледі. Кило деген ол 1000-ға көбейт деген сөз. Сонда 2000 метр болып шыға келеді екен. Бізде мили және грамм деген бар. Килограммға айналдыратын болсақ, милиді айналдыратын болсақ, ол оның -3 дәрежесі, граммда оның -3 дәрежесі. Біз былай жазсақ болады, қараңдар. Так, масса ғой бізде берілгені. 20 миллиграммды 20 көбейтілген оның -3 пен -3 жазып қояйын мен. Қараңдар, дәреже алдындағы сандар бар емес па? Бөлек жазып алатын болсам, көбейтіліп тұратын болса, бірдей сан. Онда сол санды шығарып қоямыз да, дәрежелерін көбейту болса қосамыз. Онда -3-ті қосамыз -3-ке. -3-ті -3-ке қосатын болсақ, 0 шықпайды. -6 шығады. Сонда біз массасын табатын болсақ, 20, мына жерде 2 емес 20 екен. 20 көбейтілген оның -6 дәрежесі килограмм деген мән шығады. 20 миллиграмм, 20 көбейтілген оның -6 дәрежесі килограмм екен. Енді осы жерден жұмыс табатын болсақ, 20 көбейтілген оның -6 дәрежесі
10-ның мынау 10 деген бар емес, 10-ның бір дәрежесі деп жазсақ та болады ғой. Өйткені 10-ның кез келген санның бір дәрежесі сол санның өзін береді да. Сондықтан көбейтілген бізде 2000 километрді, сосын былай жазсақ болады біз. 2 көбейтілген мына 3 нөлді 10-ның 3 дәрежесі деп жазсақ болады. 1000 дегенді 10-ның 3 дәрежесі, яғни 1000-ды өз-өзіне 3 рет көбейтетін болсақ, 10-ды деген кешірім сұраймын, 1000-ға тең болады. Сонда 2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі болады мына жақта. Мына жерде көбейту бар. Мына бір нөлді мынаған беріп жіберетін болсақ, 2 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі болады. 10-ның 1 дәрежесі, және 10-ның тағы 3 дәрежесі бар. Көбейту 2. 2 мен 2 көбейтілсе 4 болады бізде. Енді қараңдар, сандар көбейтіліп тұр, бірақ дәрежелері бар, я. Минус 5-ті 1-ге қосамыз, оған 3-ті қосатын болсақ, 10-ның минус 1 дәрежесі деген шығады. Минус 5 қосу 1, минус 4 болады. Минус 4 қосу 3, минус 1-ді береді. Минус 1 дәреже деген ол 10-ның 1 дәрежесіне бөл деген сөз ғой. Яғни мынау минустан құтылу үшін оны бөліміне жіберетін болсам, минустан құтылатын болам. Сол кезде бізде 0,4 деген жауап шығады. Яғни жұмысымыз бізде 0,4 джоульға тең деп қарастырады екенбіз. Келесі бізде 9-шы есеп кетті ма? 10-шы есепке көшетін болсақ, бала 10 грамм допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 метр биіктікке көтерілген доптың барлық жолындағы ауырлық күшінің жұмысы дейді. Осы нүктеде 5 метр биіктікке көтерілген просто мынандай сияқты. Жаңағы формула бар ғой бізде. А тең болады F көбейтілген H деген, я. Орын ауыстырудың орнына H-ты қарастырамыз. Бізге осы биіктікті 5 метр деп айтып тұр екен. Жұмыс жасалынуы осы жердегі ауырлық күшіне қарама-қарсы күш болып тұр ғой. Бізде ауырлық күшіне қарама-қарсы N деген күшіміз әсер етеді. Ол реакция күші дейді. Реакция күшінің формуласы да mg-ға тең да. Вот, екеуін де алып осылай қолдана берсек болады. Сонда біздегі жұмысымыз mg-h-ға тең болады қайтадан. 10 граммды айналдыратын болса, 10-ның минус 3 дәрежесі ғой, немесе былай жазсақ болады. Масса 10 грамм, граммды айналдыратын болсақ, 10-ды 1000-ға бөлу деген мағынаны білдіреді бұл. 0,001 болады. Калькулятормен бөліп қарастыратын болсаңдар. Сенбесеңдер тексеріп қарасаңдар болады. 0,100-ді көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз 5-ке. Сонда бізде 0,1, 0,1-ді 5-ке көбейтсек, 0,15 деген жауабымыз шыға келеді екен. Я. Дұрыс екен. Келесі бізде 11-ші есепті қарастыратын болсақ, автокран массасы 400 килограмм жүкті бір қалыпты көтеру кезінде 10 килоджоуль жұмыс атқарса, жүктің көтерілу биіктігі. Просто жаңағы формула mgh деген, осы жерде биіктік табамыз. Барлығы бір-біріне көбейтіліп тұр, бізде mg сонда теңдіктің ар бетіне бөлу болып өтеді. Мұны h-ты табатын болсақ, а онсыз да тұр да, аналар астына қарай кетеді. Бөліну деген ол аның астына бөліп жіберу да. 10 килоджоульді айналдыратын болсақ, 10-ға 1000-ды көбейтеміз. 10.000 болады. Яғни 10.000 бөлінген 400 көбейтілген 10 болады да, мына жерде. Мына нөлдерді бүйтіп қысқарта салсақ болады бізде. Сонда 10-ды 4-ке бөле саламыз ғой. 10-ды 4-ке бөлетін болсақ, былай стрелка көрсете салайын мен. 2,5 метр деген жауабымыз шығады екен. Осындай бір оңай есептер негізі. Башағында есептер болғандықтан. Мынау кішігірім қиындау екен. Өйткені бізде формулалар түрлендіру деген бар физикада. Ауырлық күшінің жұмысы, ауырлық күшінің жұмысы деп айтылып тұрғандықтан, бізде F көбейтілген H қой, мына жерде ауырлық күші болады да. Сонда mgh болады. Енді осы жерде масса берілмей тұр, бірақ массаның өзінің формуласы бар.
массаның формуласы бізде тығыздықта, мына жерде мынау тығыздық деп аталынады, көлемге көбейткен тең. Литрмен берілетін болса, бұны метр кубқа айналдырамыз. Көлемді литрден метр кубқа айналдыру үшін 1000-ға бөлеміз. Сол кезде 0,015 метр куб деген жауап шығады. Яғни 1000-ға бөлген кезде осындан шығады. Бізде керосиннің өлшем бірлігі килограмм бөлінген метр куб, ол дұрыс жазылған. Яғни ХБЖ күйінде жазылған деген ғой. 800-ді осы 0,115-ке көбейтетін болса, 1000-дан, кешірім сұраймын, 15-ке көбейтетін болсақ, бізде жауабы 12 килограмм деген жауап шығады екен ғой. Сонда 12 көбейтілген 10 и биіктігіміз 6-ға тең. 12-ні 6-ға көбейтсек 72, 72-ні 10-ға көбейтсек 720 джоуль деген жауабымыз шығады екен. Яғни осындай бір энергия немесе жұмыс жасалды деген мағынаны білдіреді. 12-ші есеп кетті. Келесі бізде 13-ші есебімізге көшетін болсақ. 50 килограмм жүк 10 секундтың ішінде еркін құлағанда оның ауырлық күшінің жұмысы дейді. Алдыңғы мысалға домалақ жүк ретінде қарастыратын болсақ, дене жерге түсем дегенше 10 секунд уақыт өтеді. Осы жердегі биіктікті анықтау үшін бізде мынандай бір формула бар. H тең болады GT квадрат бөлінген 2 деген. Осы формулаға саламыз. Мына жердегі G-іміз бізде 10-ға тең. Уақытымыз 10 тұр, 10-ның квадраты болады. 10-ның квадраты и бөлінген 2 екен ғой. Сонда үстіңгі жағын көбейтетін болсақ, мынадан 100 шығады, 100-ді 10-ға көбейтсек 1000. 1000-ды 2-ге бөлетін болсақ, бізде 500 метр биіктіктен құлаған екен ғой. Осы жүктің жұмысын табатын болсақ, MGH-пен анықтай саламыз. Осы жердегі жүгіміздің массасы 50-ге тең, еркін түсуде 100-ге тең, ал биіктігіміз 500-ге тең. Сонда біздегі жұмысымыз барлығын көбейтіп шығатын болсақ, 25 артына 3 нөлді қоя саламыз. 4 нөлді екен. 1, 2, 3, 4. Яғни 250 мың джоуль деген жұмыс жасалды. Немесе былай да келуі мүмкін есептерінің барысында жауаптарында 250 и мына 3 нөлді біз кило деп жазуымызға болады. Немесе 6 үтір жылжытатын болсақ, мынандай бір жауапта болуы мүмкін. 0,25, яғни миллионға бөлетін болсақ, біз мега деген жауапты аламыз. Осы 250 мыңды миллионға бөлетін болсақ. Осындай бір 3 түрде жауап болуы мүмкін. Артында жауабы мысалға мынаны беру қою мүмкін. Бір жауапты болса, осы үшеуінің біреуі қайсысы келеді, соны белгілейміз. Ал 3 жауапты болса, осындай бір 3 жауапты белгілейтін боламыз. Келесі бізде 14-ші есеп. Екі килограмм денені 1 метр биіктікке 3 метр секунд үдеумен көтерген кездегі адамның істейтін жұмысы дейді. Бұл жердегі күш деген нәрсеміз бар. Күшті біз салмаққа теңестіреміз. Үдеумен көтеру кезінде бізде асқын салмақ деген болады. Яғни біз жаңа mg-ді қарастырып жатырмыз, ауырлық күшінің орнына. Ол кезде үдеу болатын болса, g плюс a болады. Яғни үдеулері қосылып кетеді да, именно жоғары бағытталатын болса. Сонда біздегі күшіміз 2, 10 қосылған 3 болады мына жерде. 13 жақшан іші, бірінші жақшан ішін орнына аламыз. Көбейтілген 2, ол бізде 26 ньютонға тең болады. 1 метрге көтерілді деп айтып тұр ғой. Онда F көбейтілген H болады. Немесе S деп жаза берсек те болады. 26-ны 1-ге көбейтеміз. Сонда 26 джоуль деген жауабымыз шыға келеді екен. Келесі бізде 15-ші есебіміз. Он бесінші есепте үдеумен 0,2 үдеумен, тұрақты үдеумен массасы лифт көтеретін арқанның керілу күшінің қозғалыстағы алғашқы 4 секундындағы жұмысы дейді. Секунд берілген, бізде секунд берілетін болса, жаңа айттық, бізде биіктікті тауып аламыз, яғни орын ауыстыру керек қой бізге. GT квадрат бөлінген 2 деген формуламен. 10 көбейтілген
Уақыттың квадраты, яғни 4-тің квадраты деп жазамыз. И бөлінген 2. И осы жерден биіктік табу болатын болса, 4-тің квадраты бізде 16, оны 10-ға көбейтсек 160 болады. Бөлінген 2 бізде 80 метр. Яғни лифт 80 метр биіктікке көтеріледі деген сөз. Керілу күшінің жұмысы, арқан жоғары қарай көтеріліп жатыр ғой бізде. Көтеретін деп тұр міне. Көтеретін. Жоғары қарай көтерілетін болса, арқанға жаңағы салмақ әсер етеді бізге. Ауырлық күшінің әсерінен, белгілі бір үдеумен қозғалып жатыр ғой өйткені. Сонда G плюс A дегенді қолданатын боламыз. 10 тонна деп айтылып тұр. Ол 10 мыңға тең. Көбейтілген 10 қосылған 0,2 болады. 10 мың жақшаның іші бізде қосылған болмайды, көбейтілген болады екен кезінде. Көбейтілген 10,2 деген жауап шығады. Сонда 10,2 көбейтілген 10 мың бізде 102 мың деген жауап шығады. 102 мың. 102 мың ньютонды о жерде. И осы жердегі жұмысты табатын болсақ, біз F көбейтілген H, яғни 102 мыңды көбейтеміз 80-ге. 8 миллион, мындай шығады екен жауабымыз. 8 миллион 160 мың деген жауап шығады екен. Қараңдар, 3, 1, 3, 6 деген үтірді мысалға. Үтірді мына жерден қоятын болсақ, миллионға бөлеміз ғой. Ол мега деген жауап шығады. Немесе 8,16 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі деген жауап шығуы мүмкін. Жауабымыз осындай болды. Келесі тәккәсін мимышқым тауып алайын. 15 кетті ма бізде? 16, я? 16 жерде жатқан массасы 200 килограмм бір текті тақтайшаны вертикал қалыпқа келтіріп қою үшін атқарылатын жұмыс 500 болатын болса, тақтайшаның ұзындығы дейді. Қараңдар. Ұзынырақ қылып сызып қояйыншы. Бүйтіп ұзын қылып сызайын да. Осы тақтайды аламыз да былай тігінен тұрғызамыз ғой. Осы тақтайды алып тігінен тұрғызатын болсақ, ауырлық күші бізде әрқашан центрінен әсер етеді. Яғни жатқан денені былай жоғары қарай көтеретін болсақ, ауырлық күші әрқашан центрінен әсер ететін болады. Мысалға, былай ғой, біз мына жерден есептеп алатын болсақ, MGH арқылы биіктікте, бұл биіктігіміз бізде мына тақтайшаның толық биіктігі болып табылмайды. Өйткені біз ауырлық күші қай жерден әсер етеді, сол жерге дейінгі биіктікті қарастырып жатырмыз. Яғни біз мына биіктікті қарастыратын боламыз. Ал тақтайшаның ұзындығын табу үшін осы екі биіктікті, яғни жоғар жағында да H деген биіктік болады ғой. H-қа H-ты қоссақ 2H болады. Осы 2H күйінде тақтайшаның толық ұзындығын таба алады екенбіз. Осы жерден бізде H-ты өрнектеп алатын болсақ, A бөлінген mg деген жауап болады. Сонда H-ты табатын болсақ, бізде 5000-ды бөлеміз 200 көбейтілген 10-ға. Бұлай нөлдерін қысқартып жіберетін болсақ, бізде 2,5 метр деген, яғни ауырлық күші 2,5 метрден әсер етсе, тақтайшаның толық ұзындығы 2-ні 2,5-ға көбейтеміз де 5 метр болады екен. Осылай жауабымызды тауып ала салады екенбіз. Қазір кішігірім күте тұрыңдар. Бізде уақыт бәрі жүріп тұр, жақсы. Осылай тұра берсін. Так.
Kelesi esepке көшсек енді. Ой. Так, былай жасаймыз. Мынаны өшіреміз. Келесі есеп бізде 17-ші есеп. Ой. Қазір кішкене дұрыс емес. Сал жерінде. Тереңдігі 5 метр, судағы көлемі қараңдар. Тереңдік берілген. Бізде тереңдік ол бізде биіктік болып саналады. Көлем берілген 0,6 метр куб. Бұл қыбыжыға келіп тұр. Ештеңені айналдырмаймыз. Бізде судың тығыздығы берілген. Метр куб. Килограмм метр куб. Килограмм метр куб. Және тастықы берілген. 2500 килограмм метр куб. Және бізде еркін түсу үдеу берілген. 10 метр секунд квадрат деп. Тас судың бетіне дейін көтеріледі дейді да. Сол тас судың бетіне дейін көтерілетін болса, онда соның атқаратын жұмысы дейді. Былай ғой, тасты біз белгілі бір күшпен жоғары қарай көтереміз да. Мысалы, мынандай бір тереңдікте тас жатыр. Тасты біз жоғары қарай F деген бір күшпен көтереміз. Және мынау ішінде су болатын болса, суды біз мысалы көк түспен белгілейік. Осы судың тарапынан кез келген денеге жоғары қарай әсер ететін Архимед деген күш бар ғой. Екі күш жоғары қарай көтереді да. Түсіндіңдер ма? Сонда біз былай жазамыз да. Осы жердегі Архимед күшін қосамыз ауырлық күшіне ғой. Сол кезде бізде жалпы күшіміз шығады. Осыны анықтап алатынбыз. Архимед күшіміздің формуласы бойынша ол да mg немесе ρ vg деп қарастырсақ болады. Полный дене батып тұрғандықтан мына жерде батқан көлемі болады. Дене полный батып тұр ғой, жоғарыға шығарам дегенше ол судың ішінде болады. Сондықтан толық көлемді ала береміз. Қосылған бізде мына жерде судыкі болады. Тастың тығыздығы көбейтілген көлем көбейтілген g болады. Ауырлық күші мынау тығыздық пен көлемнің көбейтіндісі бізде массаны берсе, массаны ашып жүргендегі формуласы ғой. Яғни массаның формуласы былай. Ро тас көбейтілген v болады. Мына Архимед күшінің өзінің формуласы. Сонда осы жерде F-ті табатын болсақ енді 1000 көбейтілген 0,6 көбейтілген 10 болады. Қосылған 2500 көбейтілген 0,6 көбейтілген 10 болады. Так, F деп жаза берейік. Мен мына жақтан калькулятормен телефоннан жаза берейін. Компьютермен просто қазір көбірек уақыт кетіп қалады да. 1000-ды көбейтеміз 0,6-ға көбейтеміз 10-ға. Сонда бізде 6000 деген жауап шығады екен. 2500-ді көбейтеміз 0,6-ға көбейтеміз 10-ға. Бұл жерде 15000 деген жауап шығады екен. 15000. Екеуін қосатын болсақ, бізде 21000 деген жауап шығады екен, ньютон. 5 метрге дейін көтеретін болсақ, 21000-ді көбейтеміз 5-ке ғой. Бізде 105000 деген жауап шығады екен. Осынша бізде не қолданылады екен? Күш. Ауырлық күші.
кешірім сұраймын. Мына жерде біз бір нәрседен қателесіппіз ғой. Вот. Мына жерде бір нәрседен қателесіппіз. Мен мына жерде F деген күш бар дедім ғой. Бұл F деген көтерілу күші екен ғой. Көтерілу күшін былай табады екенбіз. Осы F көтерілу күші болып табылады бізде. Мына жерде 105 мың болмайды бұл жерде. Не үшін 105 мың болмайтынын түсіндірем қазір. Мына жерде бізде көтерілу күші деп айттық қой жаңа таста. Бірақ тастың ауырлық күші әрқашан төменге қарай тартады екен ғой. Бізде мынау көтерілу күшін былай анықтап алуымызға болады. Осы ауырлық күшін мынаны өшіріп тастайды екенбіз бізде. Тастың төменге қарай тартатын ауырлық күшін осы жоғары қарай көтерілетін Архимед күшінен азайтатын болсақ, бізде көтеруші күш деген пайда болады. Ал дене жоғары қарай көтеру үшін, осы жоғары қарай көтеретін күшпен ауырлық күші тең болу керек қой. Яғни мына жердегі екі күшті азайтып тастайтын болса, көтеруші күшке тең болады ғой. Көтеруші күшіміз ол жаңағы есептеп алған мәндерімізге салатын болсақ, яғни біз ауырлық күшін тауып алдық қой. Ро тас көбейтілген В көбейтілген G деп. Ол бізде 16 мыңға тең болды. Ал мына жерде Архимед күшіміз бізде ро су көбейтілген В көбейтілген G, ол бізде 6 мыңға тең болды. 9 мың деп жазайын дедім. Мына жер 12 мың болған жоқ па қазір? Қайтадан есептейік. 2500-ді көбейтеміз 0,6-ға, көбейтеміз 10-ға. 15 мың екен ғой. 16 мың емес, 15 мың екен. 15 мың, мына жағында 6 мың деген шықты. Бізде мына екеуін азайтатын болсақ, көтерілу күшіміз, яғни 15 мыңнан қоспаймыз, керісінше азайтады екенбіз. Сонда көтеруші күшіміз бізде 9000 ньютонға тең. Дене, мысалға 9000 мен жоғары қарай, және Архимед күші әсер етеді ғой, екеуін қоссақ 15 мың шығады. Ал асты қарай онсыз да 15 мың әсер етіп жатыр. Екі күш теңескен жағдайда дене жоғары қарай көтере алады. Немесе мынау көтеруші күш пен Архимед күші неге қарағанда, Архимед күшіне қарағанда былай болу керек қой. Көтеруші күш пен Архимед күші ауырлық күшіне қарағанда көп немесе тең болу керек. Қазір екеуі тең болып тұр. Тең болатын болса да ол көтеріледі. Дененің жүзу шарттарына байланысты. Бізде дененің жүзу шарты орындалмағандықтан жаңа есебіміз қате болып табылады. Осы жерде қателік болып тұр. Кешірім сұраймын қателік жасаған үшін. Негізі бұлай қателесуге болмайды. Алдағы уақытта мен сендерге айтатын. Яғни жұмысты табатын болсақ, осы 9000-ды 5-ке көбейте саламыз. Яғни 45 мың джоуль деген жауабымыз шығады. Немесе бұны айналдырып 45 килоджоуль деп жазсаңдар болады. Кило, 3-0 бізде кило деген мағынаны білдіреді ғой. Яғни жауабымыз 45 килоджоуль немесе 45 мың джоуль деген жауап шыға келеді екен. Вот. Келесі есепке көшсек енді. Мынада қателеспеуге тырысамыз енді қазір. Дәл осындай есептер. Архимед заңынан берілетін есептер көбінесе С немесе В деңгейіндегі есептер болып табылады. Яғни формуладан формула қорытып шығатын болсақ, ол бізде уже В деңгейін есептері немесе С деңгейін есептер болып табылады. Ол мынау есептер менің ойынша бір В деңгейін есептері секілді. Бізде 18-ші есепті шығаратын болсақ, көлемі берілген, бетон биіктік берілген, 3 метр биіктікке дейін көтерілсе, былай ғой, судың ішінде тұрған нәрсе ғой. Жалпы бізде жалпы ұзындығы бар емес па? Жоғары жағындағы ұзындығы қарастырсақ, көк түспен емес, қара түспен белгілеген дұрыс еді. Мына жерге дейінгі ұзындығы бізде 3 метр болып тұр да, 6 метр ғой өйткені. 3 метрге ол онсыз да көтерілді ғой. Сонда общий 6 метр болады да. Мына жағына былай қарай жазатын болсақ,
общий 6 метр. Ол 3 метрге дейін не істеді? Мына тас мына жерге дейін көтеріледі ғой. Енді осы жерге дейінгі көтерілген мезеттегі бізде жұмысты табатын боламыз. Дәл жаңағыдай, бұл жолы қателеспейміз енді, иә. Архимед күші үлкен А-мен жазып қояйын. И және көтеріліш күші жоғары қарай тартады. Яғни белгілі бір күшпен көтереміз ғой оны. Ауырлық күші әрқашан төменге қарай әсер етеді. Жоғары қарай әсер етпейді ол. Мен және жоғары қарай әсер етеді деп айтып жатырмын ғой. Бетон плита дейді ғой. Анау бетон плита болатын болса, анау 4-3-ті болады. Домалақ қылсақ қойдым. Домалақ түрі де бар шығар. Так, дәл жаңағыдай есептейміз. Көтеруші күшті тауып аламыз бұл жерде. Былай да есептесек болады. Екі потенциалдық энергиясын тауып алып, соны азайтып жіберсек те болады. Бір есепті қиындатпай қояйық, бірақ бізде 3 метр ма? 3 метр биіктіктегісін таба салайық. Сонда жаңағыдай бізде ауырлық күшінен Архимед күшін азайтқанға тең болады ғой. Үлкен А-ның. Сонда көтеруші күшті табатын болсақ, ро бетон көбейтілген В, бетонның мынау көлемі бізде көбейтілген G, ро су көбейтілген бетон полный судың ішінде тұрғандықтан сол жалпы көлемін аламыз. Бұл батқан деп жазғым келген еді негізі. Жақсы, кете берсін. Так, енді барлығы мәндерін қоятын болсақ, 2000 көбейтілген 0,25 и көбейтілген 10 азайтылған бізде мына бетіне қарай жазайын, иә. 1000 көбейтілген 0,25 и көбейтілген 10 болады. Енді есептейтін болсақ, 2000-ды 0,25-ке көбейтіп, оны 10-ға көбейтетін болсақ, бізде 5000 деген жауап шығады екен. 5000 бірінші көбейту орындалады. Ешқашан көбейту, мысалға мына жерді көбейтіп, азайтып 1000-ға деп жазып қоймаңдар. Көбейту бірінші орындалады. 1000-ды көбейтеміз 0,25-ке, көбейтеміз 10-ға. Бұл жерде 2500 деген жауап шығады екен. 2500 ньютон деген жауабымыз шықты. Оның 3 метрін судан көтерді. Бетон плитаны 6 метр биіктікке көтерді. Оның 3 метрін, судан 3 метрін ғана көтерген екен ғой. Вот, осыны ескереміз қазір. Судан 3 метрін ғана көтеретін болса, онда былай. Судан көтерілетін жұмысы бізде, су көмектеседі ғой бізге көтеріп жатқан кезде. Осы көтеруші күшті көбейтеміз 3-ке. Сонда 7500 джоуль деген шығады. Осы жауабды белгілеп қоймаймыз біз. Өйткені тағы да ол мынау судан көтерілгендегі биіктігі. Мынаның ішінде су бар да. Мына жағы уже ауа болып кетеді ғой. Мына биіктік, мына 3 метр биіктік. Бұл жерде ол чисто ауырлық күшімен әсер етеді. Яғни екінші біздегі 3 метрдегісі ол ауырлық күшін бағаны тауып алдық. Бізде 5000-ға тең ғой. Осы жерде 5000 көбейтеміз 3-ке болады. Сонда 15000 болады. 15000 джоуль. Яғни ауада ол 15000 джоуль күш құртатын болса, судағы кезде 7500 джоуль күш құртады екен. Осы жалпы күшті табу үшін екінші, бірінші деп қоятын болсақ, екеуін қоса саламыз. Сонда 7500-ді қосамыз 15000-ға. Сонда бізде жауабымыз 22500 деген жауабымыз шыға келеді екен. Немесе бұл 22-де 5 кило джоуль деген мәнді береді. Осылай. Мына есептің берілуін біз толық оқып алғанымыз жөн екен. 6 метрге көтеріледі. 3 метр ол судан көтеріледі. 3 метрі ауада көтеріледі. Ауада ол 15000 джоуль энергия құртатын болса, суда 7500 джоуль энергия құртады. Екеуін қоссақ 22500 джоуль энергия құртады. Немесе жұмыс жасайды деп айтамыз. Так, келесі есебіміз бізде 19-шы есепке көшсек.
10 килограмм дененің ұзындығы 1,4 көлбеу жазықпен сырғанап түсті. Жазықтықтың көкжиекпен көлбеулік бұрышы 30 градус болатын болса, жұмысы былай ғой. Көлбеу жазықтық дегенде андай бір үш бұрышты қарастырсаңдар болады. Ұзындығы мына жерден мына жерге дейін дене құлайды ғой. Ол 1,4 метр биіктікті жүріп өтеді екен. 4 бұрышты дене деп қарастырсақ, ол былай қарай жүріп өтеді ғой. Бізде мына жердегі бұрышты айтып тұр екен 30 градусқа тең. Ауырлық күшінің жұмысы. Жұмыстың формуласы бойынша F көбейтілген H болады, я. Қараңдар. Бізде биіктік деген болатын болса, мынау биіктік болмайды бізде. L-дің орнына H-ты қолдана алмаймыз. Биіктік деген мына беті болады бізде. Бұл жерде енді математиканы білуімізге тура келеді. Телефонды өшіре салайын. Математикалық заңдылық бойынша мына жерде 30 градус болатын болса, яғни гипотенуза деп аталынады. Гипотенуза ол бізде 1,4 метр биіктікке тең, ұзындыққа тең. Мына жердегі H деген биіктігіміз осы гипотенузаның жартысына тең болады, 30 градус болса. Сонда немесе былай да жазсақ болады. Жаңа біз косинуспен таптық қой. Бұл кезде синуспен табамыз. Яғни қарсы жатқан катеттің, бұрышқа қарсы болып тұр ғой, қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы синусты береді. Осы арқылы да тапсақ болады. Қарсы жатқан катетіміз жоғары қарай жазылады, гипотенуза астына қарай жазылады. Синус 30 да бізде 0,15-ке тең. H бізде белгісіз, 1,4-ке тең. 1,4 0,15-ке көбейтсек, мынаның жартысына тең де сонда. Яғни 1,4-ті бөлеміз, немесе көбейтеміз 0,15-ке. 0,17. 1,4-тің жартысы 0,17-ге тең. Осылайда сразу таба берсеңдер болады негізі. 30 градус берілемі, онда қарсы жатқан катеті әрқашан гипотенузаның жартысына тең болады. Немесе осындай бір математиканың заңдылығын жазып алып тапсаңдар да болады. Мынау кәдімгі несі? Шығарылу жолы. Осы жерден енді орындарына қоямыз. Бізде төменге қарай сырғанағандықтан ауырлық күші болып табылады. Дененің. Онда mg көбейтілген h болады. 10-ды 10-ға көбейтеміз, көбейтеміз 0,17-ге. Сонда мәніміз бізде 70 джоуль деген мәніміз шығады екен. 70 джоуль деген мәніміз шығады. Келесі бізде 20-ші есепке көшсек. Массасы 2 тонна вагонетка бір қалыпты қозғалып отырып, жолдың горизонталь бөлігінде 100 метр орын ауыстырады. 200 коэффициенті 0,1-ге тең болатын болса, осы бөлігіндегі атқарылатын жұмыс дейді. Бізде орын ауыстыру 100-ге тең деп тұр. Бізде осы жердегі күшіміз 200 күшіне тең болады. 200 күшіне тең болатын болса, 200 күшінің формасы μmg деген формасы бар. μn деген формасы бар, μmg деген формасы бар. Яғни n деген бағана айттым ғой, реакция күші деп. Реакция күшінің формасы mg-ға, яғни ауырлық күшіне тең деп қарастыра берсек болады. Тоннаны килограмм айналдырсақ, 1000-ға көбейтеміз, яғни 2000 килограмм болып шығады. Мына жерде 0,100-ден 1 болады мәніміз. Массамыз 2000-ға тең, g-дің мәні 10-ға тең. Барлығын бір-біріне көбейтіп шығатын болсақ, 0,100-ден 1-ді 2000-ға көбейтіп, оны 10-ға көбейтсек, 200 деген жауап шығады. Осы жердегі жұмыс табатын болсақ, f = көбейтілген s-ке болады. Сонда 200-ді 100-ге көбейтеміз. Астына жазайын, ажыға симай алу мүмкін. Сонда көбейтетін болсақ, бізде 20.000 джоуль деген жауап шығады. Мына 3 нөлді біз кило деп жазуымызға болады.
яғни 20 килоджоуль деген жауабымыз шыға келеді екен. Келесі бізде 21-ші есебіміз. Так, мынаны кішкене қысқартайын мен. Сымай алайын деп тұрды, өйткені жазғанымыз. Мына денені, иә, ауырлық центрінен әсер етеді ғой. Жоғары қарай бет көтерген кезде атқарылатын жұмысты табамыз. Бізде қараңдар. Мына дене жатқан күйі бұның ауырлық центрінен әсер ететін биіктігін тауып алатын болсақ, ол биіктігін ашқа тең болып тұр ғой бізде. Яғни мына жердегі биіктігін тауып аламыз біз. Мына бөлігіндегі. Өйткені дененің центрінен әсер ететін болса, әрқашан ауырлық күші центрінен әсер етеді деп қарастырамыз біз. Центрінен әсер ететін болса, ол жартысына тең болады. Яғни анау биіктіктің жартысына тең болады. Бізде h деген биіктігіміз 7 сантиметрге тең. Оны метрге айналдыратын болсақ, 100-ге бөлеміз. Яғни 0,107 метр болады. Бұның жартысы, яғни біз табатын биіктікті мынаны үлкен h-мен белгілеп қоя салайын. Шатаспас үшін. Біз табатын биіктікті кішкентай h-мен белгілесек, осының жартысына тең ғой. Сонда 0,107-ні бөлеміз 2-ге. Ол бізде 0,135 метрге тең болады. Калькулятормен бөліп қарастырсаңдар болады. Енді тұрғызған кезде ол L деген биіктікке тең болмай ма? Бұның жартысын анықтап аламыз да. 10 сантиметр, 20 сантиметр болып тұр ма? 20 сантиметр болып тұр. Жартысы 10 сантиметрге тең ғой. 20 сантиметр. Мынаны h1 десек, h2-міз ол бізде осының жартысына тең. Сонда мынаны метрге айналдыру үшін 100-ге бөлеміз. Бөлінген 2 ол 10 сантиметр немесе 0,1 метрге тең болады. Вот. Енді бізде не істейміз? Бұл жатқан кездегі біздегі потенциалдық энергия деген бар. Потенциалдық энергияның формуласы бізде mgh дегенге тең болады. Мына жерде бірінші биіктік болғандықтан бірінші биіктікті қарастыратын боламыз. Бізде массасы берілген ба? Массасы 4 килограмм берілген екен. Еркін түсуде 10-ға тең деп берілген. 0,035-ге тең. Сонда бірінші потенциалдық энергиямыз бізде 1,4 деген мәнге тең болады екен. Барлығын көбейтіп шығатын болсақ. Екінші потенциалдық энергиямыз мына биіктікті қарастырамыз. Яғни mg екіншісі. Сонда 4 көбейтілген 10 көбейтілген 0,1 деген жауабымыз. Сонда барлығын көбейтіп шығатын болсақ, бізде 4 деген жауап шығады. Жұмыс дегеннің екінші формуласы бар. Жұмыс деген энергияның өзгерісіне тең ғой. Энергияның өзгерісі деген соңғы мәннен бастапқы мәнді азайтып тастағанға тең. Сонда 4 джоульден азайтамыз 1,4-ті. Осы кезде бізде 2,6 джоуль деген жауабымыз шыға келеді екен. Осылай бізде күрделі есептерді шығаратын боламыз. Мынау с деңгейінің есебі, өйткені бұл жерде логика қосуымызға тура келеді. Статикалық заңдылық бар бізде. Статика деген тақырып бар, механиканың. Сол заңдылығы арқылы шығаратын боламыз ғой. Так, 22-ші есеп енді. 22-ші есеп. Әр метрінің массасы 400 грамм арқан, 8 килограмм су бар шелектің тереңдігі 10 метр құдыққа тастап көтергендегі істелінетін жұмыс. 10 метр биіктіктен, яғни әр қайсысы
әр метрі 400 граммнан болатын болса, 10 метрдегі оның жалпы салмағы бар емес па? 10 метрдегі жалпы салмағы деп қоя салайын. Осы 10 метрді 400 граммға, 400 граммды килограмм айналдыратын болсақ, 0,4 килограмм болады. Көбейтілген 0,4 килограмм. Яғни арқанның жалпы массасы бізде 4 килограммға тең ғой. Тартқан кезде анау 400 граммнан бүйтіп әсер етеді да бізге. Вот соны айтып тұр ғой бізге. Общий 10 метр биіктіктен көтерген кездегі оның массасы 4 килограммға тең. Ал біз 8 килограммдық шелек көтеріп жатқандықтан осы массаға қосылады. Яғни біздегі ауырлық күшін табатын болсақ, осы жерде М арқанның массасы қосылған М шелектің массасы. И көбейтілген G болады. Яғни 8-ді 4-ке қосамыз и 10-ға көбейтеміз. Сол кезде бізде татыр. Әр метрінің массасы 4. Су бар шелекті. Мынандай бір заңдылық бар екен. Ұмытып кеттім ғой. Егер біз арқанның ұзындығы бар емес пе? Ұзын болған сайын азырақ күш түсіреміз ғой. Сол кезде 12 көбейтілген 10, 120 60 болып болады. Так. Метрді біз тартып жатқан кезде вот қараңдар. Арқанды біз жоғары қарай тартамыз ғой біз. Тартқан кезде мынау 10-ға бөліп қарастырсақ, былай бөліп деген сияқты. И тарта берген сайын мынау ұзындықтары бүйтіп қысқара береді ғой. Мына жерге келеді, одан кейін мына жерге келеді, одан кейін мына жерге келеді деген сияқты ғой. Әрбір арқан тартқан сайын, яғни ұзындығы оның қысқарып отырады. Ұзындығы қысқарған сайын бізде мынау массасы да азайып отыра береді ғой. Оны толық құдықтан 10 метр құдықтан суырып алған кезде арқанның жалпы массасы бар емес па? 2 есеге азайып қалады ғой. Өйткені бізде ауырлық центрінен әсер етеді деген сияқты қараймыз да. Сонда бізде мына жердегі 4 килограммыз, бұл жерде 4 килограмм болмайды, жалпы бізге әсер ететін. Арқанның массасы 4 килограмм ғой, бірақ бізге әсер ететін оның массасы 2-ге бөлеміз да, жартысы болып әсер етеді. Сонда 2 килограмм болып қалады екен ғой. Вот сол жерде, мына жерде біз кішірейтіп жазып қоя салайын. 4 емес 2 килограмм дегенді аламыз. Өйткені арқанды құдықтан тартып жатқан кезде бізде масса азая береді ғой. Әр метр сайын. Орташа күш деген бар, немесе орташа күш арқылы тапсақ болады. Оны орташа күшті табатын болсақ, арқанның жалпы массасын 2-ге бөле салғанға тең ғой. Осылай да қарастырсақ болады. Немесе 4 килограмм болса 40 ньютон әсер етеді, соның жартысы 20 ньютон әсер етеді деп жазсақ болады. 80-ге 20-ны қоссақ 100 болады ғой. Сонда мына жерде 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады. 10-ға 10-ны көбейтсек 100 ньютон деген әсер етеді. Осы жердегі жұмысымыз бізде ауырлық күшін көбейтеміз S-ке немесе H-ға. S, H без разницы. Яғни 100-ді көбейтеміз 10-ға, тең болады 1000 джоуль деген жұмыс болады. Келесі
5 килограмм дененің жылдамдығы 20 метр секунд болса, оның кинетикалық энергиясы. Кинетикалық энергияның формуласы бізде mv квадрат бөлінген 2-ге тең. Сонда 5 көбейтілген 20-ның квадраты и бөлінген 2. 5-ті 400-ге көбейтеміз да и бөлеміз 2-ге. Мына екеуі қысқартсақ болады бізде. Сонда 1000 джоуль деген жауап шығады. Кинетикалық энергиясы 1000 джоульға тең. Бұл өте оңай есептердің бірі. Кинетикалық энергия деген басталды бізде. Келесі бізде енді жылдамдық бізде қараңдар 36 км сағатына болып тұр ғой. Километр сағатты метр секундқа айналдыру үшін 3,6-ға бөлеміз. Немесе 1000-ға көбейтіп 3600-ге бөлеміз деген нәрсе ғой бұл. Сразу 3,6-ға бөлетін болсақ метр секундқа айналады. 10 метр секунд деп жауабын алсақ болады. Массасы бізде 1 тонна деп айтылып тұр екен. 1 тонна ол 1000-ға көбейтеміз 1000 килограмм болады. Яғни 1 тоннада 1000 килограмм бар. И осы кездегі кинетикалық энергиясын табатын болсақ, mv квадрат бөлінген 2 арқылы тауып алатын боламыз. Сонда 1000-ды көбейтеміз 10-ның квадратына и бөлеміз 2-ге. Мына жерде 1000 мен 2 қысқарады да 500 қалады. 500-ді көбейтеміз 100-ге. Жауабымыз 50.000 джоуль деген жауап шығады. Немесе 50 килоджоуль деген жауабымыз шыға келеді екен. Осылай шығады. Так, жылдамдығымыз енді 60 км минутына деп айтылып тұр екен. 60 км минутына. Километр минут, бұны метр секундқа айналдырамыз. Километр ол бізде метрге айналдыратын болсақ, 1000-ға көбейтеміз. 1000 метр болады. Минутты секундқа айналдыратын болсақ, 60 болады. Мына 60 пен 60 қысқарады да, мына жерде 1 қалады. Сонда 1000 метр секундына. 1 секундта 1000 метр жүреді деген сөз ғой. Немесе 1 минутта 60 километр жүреді. Екеуі без разницы да. Массасы бізде 1000 килограмм. Оны жазбақ қойын, иә. Сразу формулаға салып есептейтін болсақ, 100-ді 1000-ның квадратына бөліп 2-ге көбейтіп 2-ге бөлеміз деген. Мына жерде 100 мен 2 қысқарады, 50 болады. 1000-ның квадраты миллион болады. Немесе бұны 10-ның 6 дәрежесі деп жазсақ болады. 10-ның 6 дәрежесі 50 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі, 10-ның 6 дәрежесі мега деген өлшем бірлік болады бізде. Сонда 50 мега джоуль деген жауабымыз шыға келеді екен. 10-ның 3 дәрежесі, 10-ның 3 дәрежесін квадраттайтын болсақ, 10-ның 6 дәрежесі болады ғой. Мына жерде. 1000-ның квадраты, немесе 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген 2 дәреже. Яғни 10-ды өз-өзіне 3 рет көбейтсек 1000 болады да. 3 пен 2-ні жақшада болатын болса, сыртында. Онда көбейтіледі деген сөз. Сонда 10-ның 6 дәрежесі шығады. Келесі бізде массасы 2 килограмм дене. Жазбақ қою керек. Кинетикалық энергиясы бізде 400 джоульға тең. И жылдамдығын табу керек. Кинетикалық энергияның формуласы арқылы өрнектеп жазып берейін қазір. mv квадрат бөлінген 2 бөлімінде тұрған теңдіктің ары бетіне көбейту болып өтеді. Масса көбейтіліп тұрса, теңдіктің ары бетіне бөлу болып өтеді. Сонда кинетикалық энергия онсызда тұр. 2 кинетикалық энергия бөлінген m болады. И v квадрат. Мына екеуінің орнын ауыстырып жазатын болсам, v квадрат квадратты қазір теңдіктің ары бетіне өткіземіз. 2 кинетикалық бөлінген m болады. Мына жерде квадрат деген бар ғой, соны теңдіктің ары бетіне өткізсек, ол түбір асты болып өтеді. Сонда 2-ні 400-ге көбейтіп 2-ге бөлетін болсақ, бізде 2 мен 2 қысқарады да,
түбірасты 400 ғана қалады. Түбірасты 400-ден калькулятормен есептесеңдер 20 деген жауап шығады. Яғни 20 метр секунд деген жауабымыз шыға келеді екен. Так, мына есепте қараңдар. Кинетикалық энергияның өзгерісі деп айтылып тұр екен. Кинетикалық энергияның өзгерісі деген нәрсе айтылса, мына жерде дельта деген белгі саламыз. Яғни екіншісінен біріншісін азайтып таста деп айтылып тұр ғой бізде. Екіншісі ол бізде 54 километрмен аламыз. Яғни екінші жылдамдығымыз ол бізде 54 километр сағатына болатын болса, оны метр секундқа айналдыру үшін 54-ті 3,6-ға бөледі екенбіз. Сол кезде метр секунд. Ол бізде 15 метр секунд деген жауабымыз шығады. Ал мына жерде 36-ны 3,6-ға бөлетін болсақ, сразу жаза салайын, иә? 3,6 метр секундқа айналады. Сонда 10 метр секунд. Екінші емес, мына біріншісі екен. Біріншісі болады. Сонда екінші кинетикалық энергиямыз бізде mv квадрат бөлінген 2-мен екіншісі болады. 60-ты көбейтеміз 15-тің квадратына и бөлеміз 2-ге. Аслында біріншісінде 60-ты көбейтеміз 10-ның квадратына и бөлеміз 2-ге. Үстінен сразу есептеп таба салайын мен. 15-тің квадраты бізде 225-ті береді. Көбейтеміз 60-ға, бөлеміз 2-ге. Ол бізде 6750 деген жауапты береді екен. 6750. Ал мына жақта 60-ты көбейтеміз 100-ге и бөлеміз 2-ге. 3000 деген жауапты береді. 100 деген ол 10-ның квадраты ғой. Джоуль и мына жақта джоуль. Сонда кинетикалық энергияның мәні 6750-ді азайтамыз 3000-ға. Бізде жауабымыз 3750 джоуль деген. Немесе 1000-ға бөлетін болсақ, мұны кило деген өлшем бірлікпен жазсақ болады. 3,75 кило джоуль деген жауап шығуы да мүмкін. Мына жауап немесе мына жауап. Екеуі де болуы мүмкін, немесе екеуінің бірі болуы мүмкін. Келесі бізде 28-ші есеп. Так, кішкене кішірейтейін мен. Кинетикалық энергиясының өзгерісі дейді. Дәл жаңағыдай ғой. Біреуі 10-да, біреуі 20-да тұр ғой. Ол 20 секунд. Екеуі де бір 20 секундта қозғалып тұр ғой. Бастапқыда 10-мен кетіп барады да, келесінде 20-мен кетіп баратыр. Сонда кинетикалық энергия екіншісін табатын болсақ, 20 тонна деген ол массасын жоғары жаққа қарай жазып қоя салайын. 1000-ға көбейтеміз, 20 000 килограмм шығады. Сонда 20 000-ды көбейтеміз 20-ның квадратына и бөлеміз 2-ге. Мына екеуі қысқаратын болса, мына жерде 10 000 деген жауап шығады. 10 000-да 20-ның квадраты 400 болады. 10 000-ды 400-ге көбейтетін болсақ, бізде 4 миллион деген жауап шығады. Так, 4 дұрыс, 4 миллионды былай жазсақ болады. 4 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі джоуль. Немесе 4 мега джоуль деп жазсақ болады. Біріншісін табамыз енді. Біріншісі кинетикалық энергияның 20 000 көбейтілген 10-ның квадраты и бөлінген 2. Мына жерде 100 болады, 10-ның квадраты. Жақсы, жаңағыдай бөле салайық. Бөлу деп жазып қойдым ғой. 10 000-ды 100-ге көбейтетін болсақ, бізде
1 миллион деген жауап шығады екен. Бұл бізде 1 мегаджоулға тең болады екен. И өзгерісі деп айтып тұр ғой бізге, өзгеріс болатын болса, екеуін просто азайта саламыз. Сонда 4-тен 1-ді азайтсақ, 3 мегаджоуль деген жауабымыз шыға келеді екен ғой. Осылай есебіміздің жауабы шыға. Келесі бізде 29-шы есеп. 32-ші есепке дейін шығарайық. Бүгінге осы жетеді. 29-ші есепті шығаратын болсақ, километр сағат метр секундқа сразу айналдырайық. 3,6-ға бөлеміз оны. Ол бізде 20 метр секунд деген жауап шығады. Енді кинетикалық энергиясын 2 есе арттыру үшін оның қозғалу жылдамдығы дейді. Мынаны былай жазып қойын. Бастапқысы деп жазып қойын. Яғни бастапқы кинетикалық энергиясы бізде mv0 квадрат бөлінген 2-ге тең ғой. Сонда m көбейтілген 20-ның квадраты бізде 400-ге тең и бөлінген 2. Сонда кинетикалық бастапқы кинетикалық энергия мына екеуі қысқарады бізде. Мына жерде 200 деген шығады. И жанында m бар ғой, 200m деп жазып қоя саламыз. Яғни бастапқы кинетикалық энергия бізде 200m-ге тең. Бізде енді былай айтып тұр. Кинетикалық энергиясын, яғни екінші кинетикалық энергиясы 2 есеге арттырсақ дейді. Мынау бастапқысын 2 есеге арттырсақ дегенде былай жазамыз ғой. 2-ге көбейте саламыз просто. И бізде мына кинетикалық энергияның бастапқысы 200m-ге тең ғой. Сонда біз былай жазсақ болады. Мынаның орнына формуласын mv квадрат бөлінген 2 деп жазамыз. Ал мына жаққа 2 көбейтілген 200m деп жазамыз. Мына жерде m-дер қысқарып кетеді. 2-ні теңдіктің мына бетіне өтсек бөлу болып өтеді, ол көбейту болып өтеді. Сонда 2-ні 2-ге көбейтсек 4, 4-ті 200-ге көбейтсек 800 деген жауап шығады. Квадрат теңдіктің ар бетіне түбірасты өтеді. Түбірасты 800. 800-ді біз былай жазсақ болады. 100 көбейтілген 8 деп. 100-ден бізде 10 шығады. 10 түбірасты 8 деген жауап шығарсақ болады. Так. 400 көбейтілген 2 деп те жазсақ болады екен ғой. Өйткені түбірасты 8-ден де шығып кетейін деп тұр да. Мына жерде былай жазсақ болады. 400 көбейтілген 2. Яғни 20 түбірасты 2 деген жауап шығады екен. Яғни осындай жылдамдықпен жүреді екен. Басында 20-мен кетіп бара жатты да, 20 түбірасты 2-мен жүретін болса, ол кезде кинетикалық энергиясы 2 есе артады екен. Вот. Келесі бізде 30-шы есеп. Дененің жылдамдығын 2 есе азайтып, массасын 2 есе арттырсақ, кинетикалық энергиясы. Бастапқысы бізде mv квадрат бөлінген 2 деп, нолевой күйінде жазатын болсақ, келесісін бізде мынаны 2 есе арттырамыз ғой, сонда, жоқ, 2 есе жылдамдығын 2 есе азайтып деп тұр. Яғни жылдамдығы 2 есе азаю деген сөз, v тең болады, v нолевой бөлінген 2 ғой. Ал массасын 2 есе арттырады дейтін болса, ол 2m нолевойға тең болады. Яғни біз былай жазсақ болады. mv квадрат бөлінген 2. Біз m-ның орнына 2m нолевой жазамыз. 2m нолевой. Ал v-ның орнына бізде квадраты болып тұр ғой. v нолевой бөлінген 2-ның квадраты деп жазамыз. Өйткені квадрат болып тұр. И бөлінген тағы 2 бар. И біз былай жазсақ болады. Мына 2, и мына квадраттаймыз әрқайсысын. Сонда 2m нолевой v квадрат, мына жақта 2 көбейтілген 4. И біз мына 2 мен 4-ті бөліп жазып алатын болсақ, яғни 2 бөлінген 4, m нолевой, мынау v нолевой квадрат болады. v нолевой квадрат бөлінген 2. Бізде мына m v нолевой квадрат деген ол бізге кинетикалық энергияның бастапқы мәніне тең.
солай жазып аламыз. Мына жерде 2 мен 4-ті қысқартатын болсақ, астында 2, үстінде 1 қалады. 2 нолевой үстінде 1-ге көбейтсек, дәл сол мәннің өзі шығады, иә? Бөлінген 2 болады. Яғни бастапқы кинетикалық энергиясын 2 есе азайтатын болсақ, мынау біздің есептің берілгендегідей болады екен. Яғни жауабымыз бөлу деген мағына ол 2 есе азайту керек екен. Кинетикалық энергиясы 2 есе азаяды екен. Кинетикалық энергиясы 2 есе азаяды. Келесі 31-ші есеп. Жылдамдығын өзгертпей массасын 3 есе азайтамыз. Вот. Мына кішкене оңайлау екен. Үстіңгісіне қарағанда. Яғни бастапқы жағдайда бізде былай айтылып тұр. М нолевой болатын болса, тек массасын азайтамыз ғой. Мынау өзгермейді деп тұр. Бұл сол күйі тұра берсін. Массасын 3 есе азайту деген сөз М нолевой бөлінген 3 болады деген сөз ғой. Келесі кинетикалық энергиясын табатын болсақ, М в квадрат бөлінген 2. Осының орнына М нолевой бөлінген 3-ті алып келіп қоямыз. Мына жақта в квадрат бар, 3 бөлінген 2. Бізде мынау өрнек кинетикалықтың бастапқысын береді ғой. Сонда кинетикалық энергияның бастапқысы дененің массасын 3 есе азайтатын болсақ, онда кинетикалық энергиясы 3 есе азаяды екен. 3 есе азаяды. Соңғы есебіміз енді 32-ші есеп. Есебімізде бізде уже үдеу бар екен, иә? Үдеумен 4 секунд қозғалатын болса, былай ғой, дененің жылдамдығын табу алуымыз керек. Бізге жылдамдығын табатын формула v нолевой қосылған АТ деген формула бар. Бізде бастапқы жағдайда ешқандай бір жылдамдық туралы информация берілмеген болса, онда біз бұны 0-ге тең деп қарастырсақ болады. Сонда тек қана АТ мен табамыз ғой. А деген ол бізде үдеу, Т деген уақыт. Сонда 4-ке 4-ті көбейтетін болсақ, 16 метр секунд деген жылдамдықпен қозғалуда екен. Бізде кинетикалық энергиямыздың формуласы mv квадрат бөлінген 2, иә? 2 көбейтілген 16-ның квадраты бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарады, 16-ның квадраты бізде 256 деген мәнді береді. Осылай 32-ші есебіміз жауабы 256 джоульге тең болады екен. Сендермен бүгін механиканың сақталу заңдарына байланысты есептерді қарадық. Қалған есептерді өздерің шығарыңдар. Мына жақта қатты қиын емес негізі. 58-ші есепке дейін бар екен. Осымен біздің есеп шығару, яғни эдуконның есептері, механиканың сақталу заңдарына байланысты есептерді шығару сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.